түрін көрсетпейсің, сол қызық болып тұр ма? Ақоя сөйлейсің, құдай жоқ, анау қарт шарт. Ей, түсінбедім мен сені. Мен түрімді скриндеп алып драш дейін деп пе едің? Немене айтып отырсың қайта тақалып? Сенің түрің сізген ба, мен драш детіп, жынтысың ба, нахуй? Онда нахуя сұрап отырсың, блядь, тақалыпқа 100 рет. Жоқ, сен, ақоя сөйлейсің да, бірақ неге түріңді көрсетпейсің, сол қызық болып тұр да ма? Мен саған айттым ғой, жабыса берейін қазір. Одан Арман қораға кіресің қазір сөзіңнен ше. Қоя салшы осы жерден болды. Ой, мен не қоя кірмеймін қораға. Уже қорадасың. Қалай қорада? Маңырап жатсың. Сені көріп отқан дос балаларың болса. Жоқ, Ердос, мен саған ескертемін. Мына эфирдің записі шығады, ютубқа шығады, содан кейін нарезкалар кетеді. Соны достарың көретін болса, сенімен бірге ешкім моншаға бармайды, бұдан кейін қоя салшы осы жерден әңгіме. Ой, нахуй анасы сен. Похуй қайға шығарсаң шығар анасы сықпи деген. Сонда сен өзіңді сондай деп көрсетуден қорықпайсың ба? Қандайдан? Яғни еркектерге қызығатын адам ретінде көрсетуден қорықпайсың. Мен саған қызығам деген әңгіме айттым ба, не мазы деп қылмаш анасы. Немен тақалып отырсың бағана бері түріңді көрсет деп. Жоқ, сен дақоя сөйлеп отырсың да, анасы сен мынандай әңгімелерді айтып отырсың, неғып түріңді көрсетіп айтпайсың деп отырмын саған. Түрін көрсете алмаймын. Неге көрсете алмайсың сен түріңді? Болмайды саған көруге. Сен сияқтылар опасный ғой, өмірде. Скриндап алып содан сен бар ғой, қазыңды қуып отырған әмсің адамсың, анасы. Пиздец болсаң түріңді көрсетіп айтшы, осындай дақоя әңгімеңді. Жарайды. Түрді көрсетіп айтқан пиздец бола ма, сол мықты бола ма? Пиздец болады, сол пиздец болады. Сен себебі сен құйттаған адамсың да, қазың қуып, дәм болсын, қазың қуып отқан адамсың. Жарайды. Туралы әңгіме айтып отырмын ба? Қумаш анасың, не қуып кеттің? Құдайың неғып түрін көрсетпейді? Құдайың неғып түрін көрсетпейді? Мен саған құдай туралы әңгіме айтып отырмын ба, не қуып отырсың? Мен сен неге түрін көрсетпейсің, сен адамсың ғой себебі. Жоқ, құдайыңда көп нәрсе айтқан ғой, бірақ түрін көрсетпейді. Құдайға айтудан қорқасың бейде, дұқым жетпей ма? Сен не қуып кеттің, вообще линиядан шығып кеттің ғой сен, родной. Пайғамбарының түрі бар ма, түрі көйікші пайғамбардың түрін? Далбайып, мен саған құдай, пайғамбар туралы әңгіме айтып отқан жоқпын ғой, мен саған. Өзі сен неге түріңді көрсетпейсің, сол интерес болып отырмын. Пайғамбарың неге түрін көрсетпеген? Түрі қайда пайғамбардың? Мен саған айтып отырмын ғой, ёп. Тыңдашы сен әңгіменің төркін. Сен нахуя түріңді көрсетпейсің? Көрсеткім келмейді. Себебі сен қорқасың, мазға, далбайып, қаз ипаны. Сен құдайыңда қорқам. Жарайды, сен құдайыңда қорқа ма? Білем, мазғасың ба, мен саған құдай туралы әңгіме айтып отырмын ба? Айтып көрші сол туралы. Мен саған құдай туралы әңгіме айтып отырмын ба деп отырмын. Мен екеуміздің арамыздағы обращениені сен қудыртпашы, ары қарай алып кетпеші анасы сен. Жоқ, сенің құдайың көріп тұр ғой бәрімізді. Сен мазғасың ба, или далбойыпсың ба, жатсың вообще түсінбедім. Екеуміздің арамыздағы обращениеге құдайды қоспашыш. Бірақ мен сенімен отношение құрып жатқан жоқпын, пальц ете бермеші, ё-моё. Қалай пальц етпе? Бірақ мен сенімен отношение құрып жатырмын ба, қумашы, ё-моё. Маған қыздарым айтты, мен қыздармен құрамын отношениені, блядь. Неме қойып отырсың? Отношение басқа, обращение басқа, не қазың қуып отырсың, мазға? Отношение деп сөйледің, запись бар. Обращение дедім, мазға. Бля, отношение деген записін қойып берсем, өзіңді мойындайсың бұл жерде. Мойындайын, шешесінің амысы кейін бар ғой. Қазың қумаш анасы кейін. Бля, біреудің шешесінде нең бар, аузың ие болса шені. Мен сен шешең деген жоқ, шешесінің амысы кейін, сен деген. Сен өзің деген әңгіме. Кімнің шешесі болса да нең бар біреудің шешесінде? Мен екеуміздің арамыздағы обращениеде мен саған айтып отқан жоқпын ба, главный, болды емес па? Кімге айтып отырсаң да тілің сала құлаш, нең бар біреудің шешесінде? Анасысың, қумаш анасысың, бля, не қуып отырсың? Анасында нең бар, анасында шешесінде дымын қалдырмадың ғой, аузың ие болып сөйлеші дұрыстап. Сөйлемен, дәл осылай сөйлеймін мен анасысың. Қандай ортақ, қандай әке шешеден тәрбие алып келген адамсың сен, қандай діннің адамсың вообще? Жоқ, сен менің дінімде наху жұмысың бар? Бля, сенің осындай сасық ауыз болғаныңа кім жауап береді, маған соны айтшы. Кім жауап береді? Мен өз-өзіме жауап берем. В общем, сені далбойып қылған өзіңсің ғой, Кім далбойып? Сен далбойып, наху, түріңді көрсетпейтін сен ғой далбойып, мазға. Мен сені боқтаған жоқпын конкретно.
вообще қуып отырсың, бля, родной сен. Серьезно қуып отырсың анасы сен. Родной демеші, мен сен сияқты боғауыздармен родной болмаймын. Сен пейдес бәрін нахуй, пейдес төмендетіп сөйлейсің да, нахуй. Өзіңе келгенде, өзіңе атылғанда, нахуй, пиздес боласың да. Сен екі сөзіңнің бірі боғауыз, екі сөздің басын құрып сөйлей алмайсың. Мен дәл осылай сөйлеймін. Мен дәл осылай енді сол адам сияқты сөйлей алмағаның үшін сені біреу төмендетіп жатыр ма? Или сен төмендеткеніміз дұрыс емес па? Сен үлгі қылайық па онда? Сізге мен жұрттарды айтып отырмын, осыдан алдын қосылғандардың бәрін пиздес қылып отырсың ғой. Жоқ, сені жоғарғы халыққа үлгі қылайық па? Ердос, сен үлгі қылайық па халыққа? Үлгі қылайық па мақтап? Анасы сізген тұрады жүрші, әңгімені бөлмешеші анасы сізген. Анасы сен деген сөзді айтқызбай қойса мұлқа болып қалатын сияқтысың ғой сен. Бля, қазын қылмашы анасы сен, тыңдашышы әңгімені до конца. Қаз деген не ол? Сен қаз. Мен қаз? Иә, сен қазсың. Сонда қазбен сөйлесіп отырсың ба сен? Бля, шеймеші анасы сізген, бля, не қуып отырсың наху? Ердос, сен қазір айналаңа барып мен қазбен сөйлесіп отырмын десең, сен шекті деп ұстап. Сен қазсың, қаз деген сен анасы сен. Мен адаммын. Сен қазсың. Татшы әңгімені бөлмеші, мен до конца айтпайын. Жоқ, сен өзіңе жаңа сенмен сөйлескен адамдар нахуй сіз біз деп сөйлесіп жатыр да, сен өзің пейдес өзің жоғары санап отырсың да нахуй. Сенмен дәл осылай сөйлесу керек болды нахуй анасы сен. Сосын не болады? Сосын енесінің амы болады анасы сізге не болады дейсің? Бля, енесінде, шешесінде, анасында бір тәрбиесіз көргенсіз сорлы адам екенсің. Не әке көрмеген, не әке көрмеген, не шеше көрмеген, не ата әжең тәрбиелей алмаған, не мектеп тәрбиелей алмаған қандай далбансың сен? Сен пиздессің ғой анасы, сен түрін көрсетші, бля, анасы, сен түріңді көргім келіп отыр, мен болды. Мен сенің түріңді көрмей-ақ мал екеніңді көріп отырып қой, сенің сөзіңді. Жоқ, сен түрін көрсетші, нахуй сен нахуй зат айтасың да, анасы, сен түріңді көрсетпейсің. Сен түріңді ашшы жарайды, мен сен өкінемін. Бля, менде ондай түр көрсетілмейді анасы сізге. Мен жетпейді. Көрсетілетін аккаунтпен кеш жүгір біреуден сұрап. Ондай аккаунт жоқ менде анасы. Түріңді онда бірдеңе тауып қойшы сондай аккаунт. Жоқ, сен түрің көрінеді ғой, сен көрсетші анасы, мен не қыласың? Ердос, мына жерде неде запроста 50 адам отыр. Айтатын сөзің бар ма, басқа жоқ па? Жоқ, мен сен түріңді көргім келді анасы. Болды онда, давай өзің сияқты Голубая лагуна сол жаққа барып демала бер. Саған түр көрсетпейміз. Ана жерде 86 адам отыр, 1600 адам көріп отыр. Боғауызсың, кішкене әке-шешеңе бәріне сөз тиеді. Сен тәрбиелеген мектебің, ұстаздарың қаншама адам бар. Мұсылманмын десең тағы дініңе тіл тиеді қазір. Адаймын десең руыңа тіл тиеді. Батыстамын десең батысқа тіл тиеді. Шыққан жердің бәріне өзің жаман көрсетіп отырсың, адам сияқты сөйлесіп үйренбейсің бе? Мына жақта 1600 адам қарап отыр, одан ұялмайсың. Телефоның қосылмай қалыпты мына жақта. Осы екен жақта дискотека. Сқақ не дейді? Қатты айттың дейді. Жоқ, енді не деп айтам, қараш, не сөз тоқтатады бұны? Мұндай адамдар қандай сөз тоқтатады намысына тиіп? Шешеден де боқтап отыр, анадан да боқтап отыр. Қалай қатты айтпайсың? Енеден де боқтап отыр, аузына келген шай отырын. Бұл кім тоқтатады бұны? Қандай сөз тоқтатады бұны? Руы да, әке шешесі де қай жерге барған кезде бұл өзін өзі тоқтатып тәрбиелейді. Біреусіне барғанда намысы тоқтататын шығар деп айтып жатырмын мен бұған. Ай деп бір тоқтап ойланатын. Бәріне тіл тиетін рас қой, ертең басқа жерде жүріп, мынау қазақ екен десе, бұл қазақтарға тіл тиеді. Осындай екен қазақтар десе. Мен басқа адамдардан кешірім сұрай салушы едім, айып етпей қатты кеттім деп. Бірақ мына Ердостан кешірім сұрамаймын. Таппанов тілек айта бер. Сқақ қалайсыз? Қалыңыз қалай? Жақсы.
Сіз мұнда қазір халықтың көзін ашып отырсыз ғой, былай. Енді бүйтіп тыңдап отырса мен әңгімелеріңе. Кім қалай қабылдайтынына байланысты. Көзің ашылуы да мүмкін, ашылмауы да мүмкін. Мысалы енді сіз енді қазір былай қарасам Құдай жоқ дегеніңізге қарағанда мысалы иман мысалы қазір енді интернетте көп қой имамдар жаңа не айтады ғой, уағыздар айтады мысалы. Енді сіз қалай ойлайсыз мысалы сол уағыздар дұрыс па или өздерінің пользасын айтып жатыр ма? Дұрыс уағыздар бар, дұрыс емес уағыздар да бар. Көп қой, миллион видео бар, оның қайсысын бәріне бірдей айта алмайсың. Дұрысы да бар, дұрысы да бар. Мысалы сіз былайынан мысалы действительно қазаққа мысалы қазақтың көзін ашқыңыз келсе, қазақты действительно оятқыңыз келсе, былай бүйтіп сол енді сіз Құдай жоқ дегеніңізге қарағанда мысалы сіз дінге ештемеге сенбейсіз, дұрыс қой, атеист дейді. Енді мысалы сіз жаңағындай ютубқа енді білмеймін бір эфирға шығып жаңағындай мықты жаңа нелер бар ғой, Дарын Мұбаров деген мысалы. Одан тағы да білмеймін мен тағы қандай ұстаздар бар екен мысалы. Ютубты жазып жүрген солармен бүйтіп диспутқа шығуға бола ма сізге? Тұра тұршы. Сен мұсылмансың ба? Мен ба? Альхамдулиллах мұсылманмын, иә. Сен мұсылмансың. Сенің дінің туралы сұраққа сонда имамдар жауап беру керек пе? Жоқ, мен айтып отырмын, мен мысалы қазір енді бір қатты бір неде білімім жоқ. Бірақ енді сіз неге мына жерде жаңағындай білімі жоқ? Мен діни білім талап етілетін қандай сұрақ қойып жатырмын, айт енді. Жоқ, мысалы мұнда сіз ютубта, жаңа тиктокта отырасыз да, жаңа мысалы көп адам білімді емес та мысалы. Білек, мыжып отыратын уақыт жоқ. Сен исламға кірген кезде исламды оқып барып кірдің ба, или оқымай кіріп алып, содан кейін сенен дінің қандай деп сұраса, имамнан сұра деп жүрсің ба? Жоқ, мен сізге қазір сұрақ қойып отырмын да, неге сондай мықты ұстаздармен диспутқа шықпайсыз білімді адамдармен деп. Жоқ, сол ұстаздарың жауап бере ма сендердің діндеріңе? Жоқ, енді сіз мына жерде білімі жоқ адамдарға сұрақ қойып, сіз олармен ойнап отырсыз да мына жерде. Неге білімді мықты адамдармен шықпайсыз деп отырмын сізге. Мен саған айтам қазір. Исламды білімсіз қабылдап алған өздеріңнің кінәларың сол. Біріншіден. Екіншіден, сен кімді білімді деп есептейсің? Ютубқа кіретін болсаң, Нұржан Смағұлов бар ғой сендердің PhD докторларың. Сонымен 2 сағат сөйлескен диспут бар, соны тыңда. Одан кейін, анау Амангелді деген имам келген, мешіттің имамы. Сосын кім деген? Асхат деген ба, дінтанушы келген. Сонымен сұхбатты тыңда. Содан кейін, Бекзат деген имам бар, тоже, ненің Қордайдың имамы. Сонымен де сөйлескен эфир ютубта бар. Жоқ, сізге мысалы кім Дарын Мұбаров сізбен шығам деп ютубта айтқан ғой өзі официально. Тұра тұр, сен жаңа бірінші талабың білімді адамдармен сөйлес деді. Мен саған білімді адаммен сөйлескен эфирлерімді айттым, соларды тыңдап келесің бе? Жоқ, олар жарайды, мен тыңдадым, көрдім бір-екеуінші. Тыңдаған болсаң, Дарын Мұбаровпен неге шықпайсыз деген ғой? Тұра тұр, тоқта. Тыңдаған болсаң, неге сен білімді адамдармен сөйлеспейсің деп маған біліп тұрып жала жаптың? Әлде сен Нұржанды, Бекзатты, Амангелді және Асхатты білімді адам деп санамайсың ба? Жоқ, брат, сен олай жаңағы адамның сөзін бұрмалап, адамды бүйтіп касаққа қартай тықпай қойып, сен ары бермен шайқап тұрсың да, брат. Қараш, білім дегенде ол білімдің уровені болады да. Брат, қараш, білім дегенде уровень болады ғой. Сен енді Дарын Мұбаровпен неге шықпайсың деп отырмын. Тілек, Дарын Мұбаровты сендерге тыңдауға рұқсат па? Сен діни басқарманы ұстанасың ба, сәләфисің ба? Брат, мен ешқандай біреудің сөзіне сенбеймін, жаңа анау демеймін. Просто мен өзім Құдайдың бар екенін білем, өзім құлшылығым жасаймын, бірақ лишний мынау біреудің сөзіне сеніп ондайым жоқ та. Просто мен айтып тұрмын саған, егер действительно сен қазаққа жаның ашса, енді мысалы Дарын Мұбаровты тыңдауға рұқсат емес па десең, енді сонымен шықсашы, енді тыңдауға рұқсат болмаса қазақтарға. Тілек, саған бірнеше сұрақ бар. Бірінші, сен білімді адамдармен сөйлеспейсің деп, мен сөйлескенімді біліп тұрып неге өтірік айттың? Осыдан басташы.
Жоқ, ол жерде сөйлескенде, брат, короче, мен ана бір видеоңды көрдім да, и то оның өзі мен анандай полный видеоңды көрген жоқпын. Қысқа ғана анандай бір кесіп салады ғой, бүйтіп кесіп салатын. Мен өйткені сен полный видеоны көріп отыратын уақытым жоқ қой, жұмысым бар, бала шаға дегендей. Бір қысқа видеоны көрдім мен, типа. Жарайды, жақсы. Онда сенің дарынменде диспутты көріп отыратын уақытың жоқ. Адам осындайда өтірікші болады да, қара. Басында бұның әңгімесі сен білімді адамдармен шықпайсың деп бастап еді. Оказывается, шыққан мені сөйлескендерімді көрген екен. Екіншіден келіп алып, дарынмен неғып сөйлеспейсің дейді. Ертең дарынмен сөйлессең, ана Наурызбай имаммен неғып сөйлеспейсің дейді. Сосын Закир Наикпен неғып сөйлеспейсің дейді. Әркім өзінің дініне жауап беру керек па десем, оған да айтпайды. Тілек, сен определись, андай өздерің бір өтірікшілік айтып, екіжүзділіктеріне ұсталып қаласыңдар да, сосын мені өйтіп подставить етпе, анау мынау деп. Дарынмен сөйлескен күні сен тағы бір нәрсе ойлап тауып келесің. Саған дарынды тыңдауға болмайтынын айтайын десең, оны да мойындамайсың. Тілек, ондай намыссыз болмасаңдаршы, ұят қой. 1600 адам отыр ана жерде ше. Ондай намыссыз болмаңдар, ұят. Сен басында біледі екенсің ғой мен білімді адамдарыңмен сөйлескен. Либо оларды білімді санамаймын десең, вообще басқа разговор. Оныған да жауап берген жоқсың. Нол ғой, бір кішкене ұят деген нәрсе болу керек қой сендерде. Жасик сияқты болып тұрсың сендеш. Біліп тұрып өтірік сөйлеп отырсың. Сол неге өтірік сөйлесім десем, мені өйтіп ұстама, анау-мынау. Телефоным қосылмай қалды қазір мынау. Қосылса, Каспийді қараймыз. Жасик деген өтірікші деген несі болды, синонимі болды қазір. Нұрсұлтан. Ертең қандай күні? Ассалаумағалейкум. Айсалам. Брат, мен айтайын дегенім бұлай ғой, мына жастарға мен өзім тоже көп іздендім, шетелде оқыдым мысалы да, Россияда болдым. И қатты айтайын дегенім, мысалы көбісі фанатик етіп кетеді ше, ол дінді ізденбейді, көрмейді, қарамайды. Мен өз оңтүстіктің баласымын да, мысалы мынау медреселер көп салынды ғой қасымыздан бізде. Ол жерде барып көрдім былай. И мысалы көбісі мысалы 30-ға келгендерді мысалы ұстаз деп ұстанады, қатты боготворить етіп жүреді деймін ғой, орысшалап айтқанда. Ол былай қарасаң просто адам деп соны айтқым келеді да. Дұрыс. Мысалы мен көп мысалы шетелдің балаларымен оқыдым. Мысалы сен айтасың ғой, биологиядан адамды развиваться етеді. Мысалы элементарно қарайтын болсаң, Африка елдерімен де оқыдым, и біздің өзіміздің Средняя Азия болды, Россия болды. Мысалы Африка елдерінде ол генетически олар жүз алмайды. Мысалы плавание болады, не болады ғой, сол сияқты әр жақтың адам әр түрлі развивация етеді. Сондықтан қарасын деймін. Сосын өзіміздің профессор мұғалімдермен де сөйлестім. Мысалы ген жағын қалай пайда болған дегендей ше. Олардың көбісі мысалы ғалымдар атеистер. Мысалы соғысқа қатысып келгендер де болды, білімділер болды. Мен бірақ нәрсе айтатын, мысалы жігіттер мысалы намаз оқыса да, бізбен жастан қатты кіріп кетпеген сұрайын болды. Қатты мысалы сұрақ бола ма, білімнен іздеп қайтып келу керек. Соны салыстырып отыру керек деп ойлаймын. Мен жеке ойым ғой енді. Дұрыс, Нұрсұлтан, рахмет сізге. Алғыс. Келсем ойыңызбен. Жан жақты болу керек, сұрақты ешкімге табынып кетпеу керек. Адамдардың айтқан ақпаратын тексеріп, қарап, жан жақты қарау керек. Соқыр ермеу керек. Постоянно ізденіс болу керек қой. Сол кезде бәрі дұрыс болады. Ізденбесең, Ердос құсап, налево-направо құр боғауыздан басқа түгің жоқ болса, кіммен не сөйлесесің? Құр боқтап отырсаң, сен ешкім сөйлескісі келмейді. Не аргументің жоқ, не айтар ойың жоқ. Телефоным қосылмай қалған. Думан, сен өзің не бітірдің айтшал. Не бітіріп жатсың айтшал. Атеист болып не бітірдің айтшы. Мына жерде отырып алып, Каспийіңді асық қойып, ірткі салып отқаннан басқа не бітіріп жатсың сен, ұйғыр? Жақсы, мен ұйғыр дедім ба?
Үйгірсін ба ойнастырып. жоқ, тоқта. Енді осы сөздеріңді Алланың атымен расташы. Мені мәжбүрлейсің мені Айтпасаң өсекші екенін мойындай сал, болды, проблема жоқ. не өсекші? Жоқ, сен не білдің, Бүйтіп айт, тоқта. Мен саған екі вариант беремін. Қандай бір айтшы қазақтар айтшы. Мен саған екі вариант беремін. Сен бүйтіп айтасың. Алланың Аллахи, Уаллахи сен ұйғырсың. Сен кімсің маған вариант бердің? Кімсің сен маған? Яғни задний бергендігіңнен өсекші деген қорытынды жасай берсек бола ма? Сен өсекші, сен мына жерде отырып ірткі салып отырсың. Мен сен туралы ештеңе айтқан жоқпын. Қазақтардың арасына келіп. Жарайды. Енді сол сөзіңді Уаллахи деп растай аласың ба, или өсекшімін деп задний бересің ба? Айтасың ба, айтпайсың ба, өзің білесің ғой, өзің проблемаң. Сен өсекшісің, и сосын қазақтардың арасына отырып ірткі салып отырсың, түсіндің ба, ұйғыр. Тым бітіріп жатыр. Жарайды. Қара. Мен саған мынандай бір нәрсе айтайын. Әңгіме, сен іспен не бітіріп жатсың? Іспен не бітірдің конкретно айтшы. Жарайды. Айтайын да. Айтшы, кім екеніңді көрсетпейсің. Енді айтайын да, енді сөз берсейші. Мен қатыннан да айтайын да. Айтшы, не бітірдің? Айтшы. Мен сен сияқты бейшара өтірікшілердің бетін ашып жүрмін. Вот. Қалай бейшара өтірікші? Сен бейшара өтірікші. Өйткені былай деген қара. Кеше Ризабектің бір уағызын тыңдадым. Мұсылманға өзінің естігенін... Анау қызық емес бар. Ризабекке жаның ашып баратын ма, сен қазақсың ба? Ол қазақ па, бар да бетіне айт та, дұрыс жағынан дұрыстап өзіне айт барып жекелесіне. Хадис бар екен деймін. Хадис айтсам бола ма саған? Сен хадисті деген сен алмайсың ғой, сен мұсылман емессің ғой. Сен не істейсің ғой? Сен аласың ба? Жоқ, саған құжат емес қой, Саған құжат па? Саған құжат емес қой, сен мына жерде не ірткі салып не бітірдің? Саған құжат па деймін? Сен Саған құжат па? Мынандай деп ше, жамандайсың да сен не бітірдің? Айтшы, қолыңа не бітірдің? Боқта бітірген жоқсың сен. Хадис саған құжат па, жоқ па? Жоқ, сен менің сұрағыма жауап берші, сен бірінші. Не бітірдің сен? Енді мен айтып отырмын ғой, мен мынандай бітірдім. Сен сияқты исламды айтатын, бірақ исламның ештеңесін ұстана алмайтын, Құдайдан қорқам дейтін, бірақ Құдайдан қорыққан еш жерден байқалмайтын, не дінін оқымайтын, не білімді оқымайтын сауатсыз топастарды халыққа көрсетумен айналысып отырмын. Енді оны ашық түрде көрсетші, сен өтірік жасырын түрде көрсетпей. Міне ғой, сенің 1600 адамға сенің қандай өтірік шалаяқ екеніңді, білімсіз топас екеніңді бәрін көрсетіп отырсың. Телеканалға журналистерді шақыр, шықшы откровенно. Неғып жасырынасың сен? Бұл деген іріткі дейді бұны сен деген. Халықтың арасында іріткі салып жатсың. Жақсы. Жай простой халықтарының бөліп жарып қазақтары деген сен 40-қа бөліп жатсың. Осыған білесің бе? Сен тұра тұршы, сендер 70-ке бөлдіңдер қазақтарды, дұрыс па? Кім бөліп жатыр? Мен бөлгенім жоқ. Ислам, сендер 70-ке бөлмедіңдер ма? Жоқ, мен бе исламды бөлгенім. Жоқ, ислам бөлінген ба негізі? Ислам бөлінген ба? Жоқ, причем тут тасташ исламды сен қазақ деп жатыр. Қазақтарға жаның ашитын болса, қазақтарға жаның ашитын болса, сендер... Мемлекетің жоқ, нең жоқ, государствоң жоқ, дың жоқ, қаңқып келесіңдер да келіп Қазақстан ішіне келіп атеистпін анау деп ірткі саласың сен. Неге саласың ірткіні? Сен бағана ғана тұра, қара. Сен жаңағы кімнің Әбіләзовтың проектісің ғой сен. Атеист, сол қаржыландырады. Истерит етпеші енді. Мына жерде отырып алып, бостан-босқа отпайсың ғой, уақытыңды құртып сені қаржыландырып отыр ғой, железін ғой. Шықты ба? Жарайды. Жақсы. Қаржыландырып отқанына дәлелің бар ма? Енді басқа не, сен бостан-босқа отпайсың ғой, дұрыс па? Сен нан жеуің керексің ғой, сен күндізін отыра бермейсің ғой. Нанды магазин тегін береді. Нанды маған магазин тегін береді, мен зрителім магазинде. Тасташ, ұрғашсың сен, таза бар ғой, еркек емессің сен, ұйғыр натуре бар ғой, қазақтарға ірткі салма. Ұйғырстан ба қаяқты соққа тайшиш бар да.
тайный Жақсы. қазақтың арасында өткізе алмайсың дейді. Бопты, жарайды енді, сен ренжіп қалыпты ғой, жарайды. Бопты енді, мен бір ауыз сөз айтайыншы енді, тұра тұршы аузын жауып тұра қойшы енді. Әңгімені жамандап, ана мынандай Тұра тұршы енді, аузын жауып отыршы, мен саған бір әңгіме сөз айтайын. Мен саған бір ауыз сөз, сен қатындық туралы әңгіме айтпашы, сапылдап сөз бермей жатсың осы жерде, жарты сағат болды. Енді қара. 2 жыл жүресің өйстіп. Тұра тұрса енді айналайына бір ауыз сөз ставить етуге бермей жатсың ғой. Сөзіңнің арасында бір ауыз сөз қосайық та, мен сөйлейін да, менің эфирімге бір ауыз сөз сөйлейік та. Кіргелі бері жағыңа тимей осы жерде тағылдап сөз бермей жатсың. TikTok'та сенікі емес, эфирде сенікі емес, тек отқан адамсың. Болды енді, жыламашы енді, жарайды. Мен бір ауыз сөйлейінші енді, жыламай күте тұршы, 1 минут аузыңа тыным бере тұршы. Жыламай, болды, міне кішкене сабырға келдің. Сен айттың да қазақты бөліп жатыр анау мынау дедің. Исламға кірген қазақтар 70 ағымға бөлініп алып, бір-біріне қыз бермейміз, қыз алыспаймыз, артын намазға тұрмаймыз деп алды мешітте төбелесіп жатыр. Осы іріткі салған исламға не дейсің сен? Ислам деген былайша, ислам деген негізі пәк дін да, оны ұстанған адамның қатесі да ол. Енді сол пәк тоқтай тұршы. Сенің осы исламның арқасында екі қазақ бір-біріне мешіттің ішінде ұрып қалатып жатыр ғой, енді соны іріткі ғой бұл деген нағыз. Енді соны сен шешпейсің ғой, құзырлы органдар бар ғой. Ана біреу шешсеңдер айғырап жүрсіңдер ма ана жерде? Сәләфи мұсылман. Кафеде де тоқтай тұршы. Сәләфи мешітте әумен сәләфи біреу қысып келеді да, любой жерде керісін. Анау әуменді сырттан айтқан үшін сәләфиді ханафит ұрып жықты мешіттің ішінде. Көрдің ба сол видеоны? Жоқ, көрген жоқпын. Көрмедің ба? Ой, көрсей, ислам неге іріткі салып жатыр араларыңа, бір-бірін төбелестіріп жатыр ғой. Сен құсағанда шығар, сол бірдеңе бүлдіріп, өтірік намазға кіріп. Сен құсағанда, мен емес қой мұсылман, сен ғой мұсылман, мен емес. Атеистерді мұсылманмын дей салады. Сен де мұсылманмын деп исламын қырылдырып жатыр ғой бір-біріңе. Сен де ислам бола саласың ғой сен. Атыңды, жатыңды, түріңді, ибаныңды жасырып отырсың. Сен де мұсылман бола саласың да сен де. Сен де іріткі саласың. Сен шығар, может, мешітке барып сонда мешітке барып атеист таяқ жейді деп ойлайсың өзінен өзі. Қуасың. Сен, может, сол қырылдырып қойып отқан шығарсың өтірік мұсылман болып. Мүмкін онда пайғамбарыңды атеист болған шығар, өтіріктен сендерді қырылдырып отқан шығар. Жоқ, сен айтам сені. Жоқ, пайғамбарыңды атеист болған шығар, өтіріктен исламды ойлап тауып сендерді бір-біріне қырылдырып арабтарды. Сен пайғамбарың арабтардың арасына іріткі салғанын білесің бе? Жалпы арабтардың бір-бірімен соғысқанын пайғамбарың деп. Әңгімені бұра бермейші, конкретно айтшейші, конкретно сөйлешейші, нақты конкретно сөйлешші. Мына жерден секіре бермейді. Мен не істейміз енді, іріткі салған исламға қарсысың ба жалпы? Сен іріткі салып жатқан ұстан, данный момент сен исламшы тудырып алып, анау мен тыңдап анандай. Мен ондай төбелесіп жатқан имам ба, ол кім ол? Или там мешітте, шіркеуде святой отец ба, қатима барды айтшы бар. Сен аржа жібер болды. Сен неге айтпайсың? Мен көргенім жоқ оны. Көрдім дедің ғой бағана, қумашы, сезім секірмесейші. Нені көрдім дедің? Төбелесті көрдім дедің. Жоқ, көрген жоқпын, айтқан жоқпын. Көрсетсек барасың ба мешітке? Қорқасың бені. Егер сол менің қаламдағы тұрып атқан жерімдегі мешіт болса, барам, айтамын. Қай қалада тұрасың сен? Ақтөбеде тұрамын мен. Ақтөбеде тұрасың. Ақтөбеде болған болса сен барасың, дұрыс па? Молодец. Сен Ақтөбеде тұрып, мен кім екенім қаяқтан біліп қойдың? Сені ма? Иә. Естігенім, көргенім ғой. Енді бүйтеді қара. Мұсылман адамға естігенін басқаға шындық деп жеткізу оның кәззап болуына жеткілікті деген хадис бар. Және сол кәззап, ал кімде-кім өтірікші болса, ол менің үмметімнен емес. Сен оны кәззап, хадисті, сен атеистің кітабынан әкелші маған дәлел. Не керегі барын қара. Не керегі барын қара. Атеистерде кітап жоқ, мешіт жоқ, мейрам жоқ, дым жоқ, сенде не бар айтшы? Айтшы, Крышан кетіп отыр қара. Не керегі бар екен айтайын. Не керегі бар екен айтайын. Қайыршы, не бар атеисте айтшы. Айтамын, тыңдасай. Қазақтарды аша-шамдан қырдың ғой сен, атеистерді білесің ба? Қазақтарды қырған ғой аша-шамдан. Қазір айтамын, тұра тұршы. Қара,
не үшін екенін айтып жатырмын. Мынандай бізде айтады да, егер адам атеисттің кітаптары бар ма, айтшы. жыламашы болды енді. Мен сен жылап отырсаң да шығармай шыдап отырмын ғой. Қара. Айтшы, кітабың бар ма? Соны сұрағыма жауап бер. Мен не Кітабың бар ма? үшін Атеисттің кітап бар ма? Атеисттің кітап бар ма? мен не Айтшы. үшін ол хадистерді айтамын? Өйткені бізге бір адамдар айтады, дін деген адамды тура жолға салады, дін адамды жақсы қыла алады дейді. Бірақ сен сияқты далбайыптар мен сен сияқты өтірікші далбайыптарды ешкім тура жолға сала алмайды. Сені хадисте, Құранда, басқа да түзей алмайды. Сен қалай өсекші далбайып болғасын, солай өсекші далбайып болып жүре бересің. Сен ешқандай дін түзей алмайды. Сен ғой мағау, мылқау. Кітабың бар ма, айтшы. мен- Атеисттің дейді қолыңда, я Кітап кітап бар. жоқ, не барсың, Кітап бар. айтшы. Кітап бар. Қайда, Оқисың не ба? дейді, не деген кітап бар? Құдайсыздың қорғаны деген кітабымыз бар. Қалтаға салып жүрген. Салсын ана жерге, Серьезно? салсай, ашсай. Серьезно, жіберейін ба? Алшы. Телеграмыңды бер, PDF вариантын жіберемін. Ой, телеграм жоқ менде, мына тиктокқа тек WhatsApp бар болды. Құдай Онда жоқ бір деген 5000 теңге онда 5000 теңге салып жібер, саған қағаз вариантын Ақтөбеге салып жіберейік. Қой, ана қарашы, ана енді торговать етіп пайдаланғың Бірақ енді саған қалай жібереміз? Мен кітап бар деп тұрмын. Саған электронды жіберейін десем жылап отырсың. сен деген сенің Қалай ұстап жүрген атеисттің дұрыс болса бесплатно жіберсей таратайық. Бля, енді жолын мен төлейін ба енді? Сонда арам тамақ боласың ба енді? Енді төлеші сен ғой. Кітап саған керек, ақшасын мен төлейін ба? Хотя бы доставканы төлесей, саған салып жіберемін ғой. Қой, жоқ төлемеймін. Соны айтшы, соны не дейсің, қандай кітап дедің? Аты қандай? Құдайсыздың қорғаны. Құдайсыздың қорғаны дейді. Ойбай. Кім жазған, өзің Сондай жазған ба? кітап бар. Мен жазғам, иә. Ойбай, не дейді, не деген мықты екенсің. Аудио версиясы ютубта бар, тыңдасаң болады былайда. Дейт құрсын. Қағаз версиясын алам десең, онда доставканы төле, салып жібереміз доставкамен. Болмаса телеграмың жазсаң, PDF вариантын жібереміз. Құры кетті. Ол жерде бүкіл сұрақтарыңа жауап бар. Ол жерде барлық сұрақтарыңа жауап бар. Отырып, ойланып, кәдімгідей өмірге деген көзқарасың өзгереді. Жақсы болып қаласың. Адам болып қаласың кәдімгідей. Сабырға келіп. Ол адам тәрбиелейтін кітап негізі. Ема 1600 адам отырған. Телефоным әрең қосылды, ренжімеңіздер достар. Телефоным әрең қосылды. Енді сол қарап жейін. Гәнүшкендегі сәләфит дейді мына кісіні. Атырау Гәнүшкеннің сәләфиті дейді. Бұл сәләфит екен ғой бәсе. Сәләфиттер мұндай агрессивный болмаушы еді. Білмеймін мен, неге ондай болды екен. Так, Беглат, рахмет, Алдияр, Исахан мырза, көп рахмет. Қашаннан бері 1300 адам көреді? Мынау бірінші рет 1600 адам болып тұр. Оның алдында бір-ақ рет 1300 адам болған. Қазір 1600 адам болып тұр. Білмеймін енді. Өмірбек, рахмет. Қосшиш дейді. Болды, қоспаймыз енді, сабырымыз бітті. Сені қоса бермейміз ғой қайта-қайта. 1700 болғанда, 1700-ді скриндап алғандар бар ма? Маған жібересіңдерші, бір адам болса. Рекорд деп тақты қойып қояқ. Айтыңыз, иә, сізді бағанадан бері қоспадық, пікіріңізді айтыңыз, бір минут. Саламатсыз ба? Менің есімім Айзат болады. Жалпы менің дінім негізі ислам діні, бірақ мен ислам дінін ұстанған кезде ата бабамнан қалған ханафи мазхабын ұстанамын. Сосын? Және де бірақ мен мұсылман болғанымен көп жағдайда атеистердің пікіріне келсемін. Мысалға үшін эволюция теориясына келсем, жаңа сіз айтқандай негізі эволюция теориясы дәлелденген жоқ, но при этом адам ата мен хауаны туралы да дәлелденген жоқ. Бірақ эволюцияның негізі сенуге болатын бірнеше себептері бар. Мысалға үшін ақыл тіс. Бұрын адамдар үшін ақыл тіс маңызды болса, қазіргі уақытта ақыл тісті алып тастауға мысалға үшін біз мәжбүрміз. Және сосын тредста бір оқып қалғаным, көп мұсылмандар жазады, атеисттер моральды қайдан алады дейді. Негізі мен үшін мұсылман болғанмен мен үшін бұл сұрақ өте тупой сұрақ. Мораль жалпы адамдардан бөлек жануарлар әлемінде де бар нәрсе. Интеллект бар жануарларда, және де оларда мораль да бар өз беттерінше. Бірақ оны баратта адамдар ең жоғарғы саты деп бөледі. Өйткені адамда ақыл бар ғой. Бірақ оны жоғарғы саты деп есептейді. Бірақ сіз айтқандай
биологияда екі категория болады, ол флора және фауна деген категория болады. Және сондықтан адам баласы жануар қатарына қосылады. Ол факт мен үшін. Және де сондықтан моральды қайдан аласың деген сұрақ тупой, өйткені ол табиғи инстинкттен де болады мен үшін. Сосын мұсылмандардың көп бөлігіне айтқым келеді, әсіресе агрессиялы мұсылмандар бар және адекватты мұсылмандар бар. Енді агрессиялы адамдарға айтатыным, сіздер лажы болса көбінесе биология, химия туралы білімдеріңізді аздап кеңейтіңіздерші, және дінді ұстанған кезде өздеріңіздің рухани дүние үшін ұстаныңыздар, бірақ өзгелердің діни сеніміне немесе ұстанбағанына сонша боқтап әңгіме айтудың керегі жоқ, өйткені базалық этикет деген болады. Ол адам баласы біреуге құрметпен өмір сүру керек. Және сіздің ұлтыңызға қатысты да, мысалға үшін кей адамдар тілдеп жатыр, ұйғырдың несі жоқ дейді. Мемлекеті жоқ, және атеистінде біздің қазақ қоғамын бүлдіріп жатсыңдар дейді. Именно мен ол адамдарға айтқым келетіні, негізі ұйғыр халқының көп бөлігі шындығында ислам дінін ұстанады. Тіпті Қытайдың актрисасы Дилрава Дилмураттың өзі ислам дінін ұстанады. Бірақ біздің қазақ қоғамында да атеисттер болғандай, сол секілді ұйғырлардың арасында да болады. Барлық адам бірдей мұсылман бола бермейді. Жалпы менің тоғетерім негізі биологияны, химияны көп білсеңіздер екен деймін мұсылмандарға. Өзімнің қауымыма осылай айтқым келеді лично. Көп рахмет сізге. Аман болыңыз, қол алжымаңыз. Ештеңе етпейді. Мен ұйғыр емеспін. Бұлардың просто андай ғой. Мен смело сұраймын бұлардан. Алланың атымен ант ете аламын. Ешқайсы ант ете алмайды, өйткені іштерінде біліп тұр да. Сен ана жерде істейсің, сенің атың мынандай, сенің ұлтың мынандай, анау. Ешқайсы анау естіген өсектерін теріп жүр. Бірақ дәлелдей алмайды. Бір сөз айтшы десең болды уже, артқа қашады. Жаңағы кім құсап, сәләфит құсап артқа отырады. Бірақ өте жақсы айтты бұл. Менде басқа әртүрлі көзқарастағы адамдар бір қоғамда өмір сүре алады. Смело өмір сүреді. Бірақ олар бір-біріне түсінуге тырысса ғана. Ал мына біздің радикалдар сияқты түсінуге тырыспайды. Сен менің ережеммен өмір сүруің керек дейтін болса, олар проблема жасайды. Так, ё-моё, 99 запрос тұр. Негізі максимальный 100 ғой. 100-ден ары қарай запрос қабылданбайды. Қазір 99 адам тұр. Бұдан ары қарай уже запрос қабылданбайды. Так. Так, мында бір адам запрос қойып таппай жатырмын. Мә 12 болып тұр, ё-моё. Біраз отырайық дейді. Жоқ, көп отыра алмаймын, ренжімеңіздер. Ладно, бір 20 минут. Маған жазып қойыңыздар. Парақшаға подписка жасап қойыңыздар. Бүгін кіре алмасаңыздар, басқа эфирде кіріп айтарларыңызды айтасыздар. Ер. Так, 12 регион строй деген қосайық. Маған подписка жасап қойыңыздар бәріңіз. Мен сосын ыңғайы келген кезде қосамын. Келесі эфирлерде. Енді күнде ондай 1000 адам отыра бермейді ғой. Бүгін қандай күн өзі аптан? Вторник па? 12 регион мен сені таппай қалдым. Запростан.
Міне таптым. Қалайсың, туыс? Жақсы, өзің қалайсың? Жағдайың жақсы ма? Жақсы, міне. 1.500.000 адам ішінде 500 теңге аударып бірден қабылдатқан адам мен болып тұрмын ба? Платный отделение ғой. Неге сондай ақшаның құдіреті мықты дейін да? Бенджамин Франклин ба? Франклин ғой. Айтып жер енді ол. Мен айтатын сұрағым былай ғой. Сен ұйықтайсың ғой, бауырым, Ұйықтаған кезде түс көресің ғой да? Сұрамай айта берсең. Түс көрген кезде түсіңнің шын или өтірік екенін біле аласың ба сен? Біле аласың. Жоқ, кейде болатын сәттер болады ғой, сен ұйықтап жатқан кезде түсіңнің шын екенін или өтірік екенін білмей қаласың ба, білесің ба? Соны айтшы маған, шыныңды айтшы. Білесің. Білмейсің. Кейде болады осындай сәттер. Кейде білетін кезің бола ма? Кейде білетін кезің болады. Енді екеуі де бар болса Ысқақ бауырым, мен сен тыңдасайшы енді. Тыңдап отырмын. Кейде дым кәріндей өң сияқты көресің ғой, дұрыс па? Содан? Бірақ осы өмірді сол түс сияқты кейде ақиқатын или өтірігін білсен білмейсің ғой, дұрыс па? Мүмкін, Сен неге осы сәтте өзіңнің туылғаныңды, жаңағыдай өлгеннен кейінгі өміріңді де білмейсің? Қалай сен осы өмірді Құдай жоқ деп айтасың деймін да? Сен какой-то түсіңді... Без проблем, жақсы. Онда сендерде Құдай бар деп айтпаңдар, онда сендерде білмейсіңдер ғой. Неге біз білмейміз, айтшы бауырым? Сен білесің ба? Мен білем, что, мысалы, мен туылмай тұрып, анамның ішінде құрсағында жатқанын білмеймін. Сосын мен какой-то 5 минут ұйықтап қалсам. Базар жоқ қой, мен де білем деп жауап берсем болғанда екен ғой, мен де сені өзіммен тең деп отырмын ғой. Оказывается, сендер деген ғаламның құпиясын ашып алған бәлекесіңдер ғой. Ысқақ, сен тыңдашы бауырым. Мен сен түсінде анаңнан туылмай тұрып, мен саған түсіндірейінші, осы мектеп оқисыңдар ма? Эмбрион дамыған кезде ананың жатырында оның миы эмбрион дамымайды? Немен дейді, Енді қарашы бауырым. Мен саған түсіндірейін да, элементарный биология. Адамның миы толықтай жетіліп барып тумайды. Ол адамның жатырында жатқан кезде сенде әлі естеліктер қабылдайтын, сөйлей алатын, түсінетін, айналаны бағалай алатын функциялар әлі миыңда жоқ. Сондықтан да сен жаныңның жатырында жатқан кезде естеліктерің жоқ. Сенің бала кезде дүниеге келе салған кездегі роддомдағы, одан кейінгі алғашқы өміріңнің 1-2 жылдарында естеліктер жоқ, немесе бірен саран жылтылдайды. Өйткені сенің миыңда әлі естеліктерді жинайтын бөліктер қалыптасқан жоқ. Сенің миың әлі дамыған жоқ. Сондықтан да сен оны біле алмайсың. Ал қазір сенің миың дамыған соң айналаңа қарап оценка бере аласың. Ұйықтап жатқан кезде түсіңде сен түсіңде біле аласың дедің ғой, бағана түс болып жатқанын біле аласың. Түсті басқаруға да болатын жағдайлар бар. Түсті басқара алмайсың. Сен түсіңді басқара алмайтын Жақсы. Жарайды. Онда былай. Онда сен бүйтші қара. Саған тоқта. Саған бұл білім болсын. Сен қазір нені жапты? Google TikTok'ты свернуть етті, Google'ға не деп жазшы? Қалай деп айтатын еді? Осознанное сновидение деп жазшы Google'ға. Жоқ, енді тыңдашы бауырым. 1 минутқа мен тыңдасам. Сен бұл жерде таласуға келдің. Мен саған ақшаңды қайтадан сал жере саламыз. Давай Себастьян, сен әлде қандай болдың ғой, мына жақта қосшы деп бір 500 теңге жіберген екен, 5000 теңге берген адам құсап деп байтиш етіп қоясың. Короче, қазір 5000 теңге салып жіберетін болса, қайтадан қосамыз да 5000 теңге да боламыз. 5000 теңге берген адам құсап, немене әлде қандай болып отырсың не? Қадайсың өсті аферам. $50,000 теңге берсең, TikTok'тың аккаунт паролін сұрайтын шығарсың сен. 500,000 берсең, телефоным мен ноутбугымды әкетіп қалатын шығарсың. Опасный адам екенсің сен, 5 миллион берсең, газельмен қосып бүкіл дүние мүлкімді көшіріп кетесің ғой сен. Құры бар.
Әлі де қандай болып. Так, Нұрмағанбет, рахмет. Болды, енді саған жол жоқ болды. Ставка көтеріліп кетті. Абзал, рахмет. Ё-моё, Абзал. 5000-нан ұрып отыр ғой мықты. Опа, Нұрберген, рахмет. Мошенничество емес па дейді. Мен оған ешқандай уәде берген жоқпын ғой, қалай мошенничество болады. Мен оған ақша сал бірдеңе істеп беремін деп айтқан жоқпын. Немесе осынша минут уақыт беремін деп те айтқан жоқпын. Қосам деп те айтқан жоқпын даже. Так, Айдын, рахмет. Так, Дарын ағайға қарсы неге шықпайсыңдар? Дарынға қазір біздің діни муфтият қарсы шығып жатыр ғой, біз пока тиіспей тұрайық. Дарынға қазір муфтият, Данияр деген ұстаздарың Дарынды тыңдамаңдар, бұл түлкі бұлаң деп, әбден кәдімгі тілдеп Дарынның бытшысын шығарып жатыр. Пока Дарынға діни не атака істеп жатыр, біз тиіспейміз. Жығылғанға жұдырып қойып жағыласпай ақ қояйық. Дарын ұстазымызға қазір діни басқарма атака істеп жатыр. Мәссаған, ұлан, рахмет. Бір күн ұсталасын ғой қоясың. Ындыларды қоспасаңдаршы, мұсылмандардың қатарына. Жарайды енді, еркек тоқты құрбандық, өлсек өлерміз, не болыпты. Бәрібір бір күн өлесің, не істейсің енді. Тұра тұрыңдаршы, не вопрос жеме. Жекеге жазып жіберсей кім? Ақтан берді. Бүгін мүмкіндік болмайтын сияқты. Нұрлан дейді. Алғыс дейді. Рахмет, ойбай. Гүлназ ханым пароль бер деп 5000 теңге салып жіберіп тұр. Асановна екен. Уже наглеть етіп отыр жамағат. Едіге рахмет. Едіге деген қандай керемет есім, балам болса едіге деп қоймасам атын. Атеист болу невыгодно ғой дейді. Я невыгодно. Едіге деген батыр ғой, едіге деген. Жаз дедің дейді, осознанное сновидение. Қазақша ақпарат жоқ болуы мүмкін, немесе ChatGPT. Соны жазсаңдар, түсті қалай басқаруға болатыны туралы видеолар бар. Яғни ол психологияны арқылы түсті басқаруға болады. Едіге деген батыр ғой. Ноғайдың батыры. Бүгінгі эфирді ертең шығаратын шығармын. Кешегі эфирді бүгін салам. Қырымды басқарған ба, білмеймін енді ол жағын. Жақсы достар, онда осы жерден қайтайық бұл бүгінге. Кітапты жіберсе WhatsApp-қа. WhatsApp-қа жібермеймін, алдер. Осы TikTok парақшада тұр, соны тыңда.
Сикодан, рахмет Сико, алғыс. Жақсы достар, осы жерден қайтайық бүгінге. Жатыңдар, демалыңдар, кішкене домбыра ойнайық, сонымен жабайық. Қазақ халқының атына сай емессің, бопты Шоқан сен сайсың. Жалғыз қазақ, таза қазақ сенсің осы жерде. Сенен басқа ешкім қазаққа лайық емес. қара шал тащи.
жұмыр қылышты негізі дұрыс білмеймін, үйренбегем, слухпен ғана кішкене жерлерін. Кішкене үзіндісін ғана білем.